Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дұрыс тағам жасаймыз. Не болмаса ПП тағам жасаймыз. Ол бізде ас қабақ пен сиырдың тартылған етінен осындай өте дәмді пісірме жасаймыз. Ал енді рецептімізге кірісейік. Бізге керек заттар: тартылған ет, ас қабақ, 50 грамм қатты сыр, 2 жұмыртқа, 120 грамм ірімшік, глютенсіз ұн керек, және де дәміне қарай өздеріңіз жақсы көретін дәмдеуіштер. Ең алдымен ас қабағымызды үкіштен жақсылап өткізіп аламыз. Үкіштен өткізген ас қабағымызға кішкене тұз қосамыз да оны бөлек қойып қоямыз. Ас қабағымыздан кішкене сөл шығу керек. Ал енді бөлек ыдысқа 50 грамм осындай глютенсіз ұнымызды саламыз да, одан кейін 2 жұмыртқамызды құямыз, ірімшігімізді саламыз. Енді барлығын осындай күрекше қасықпен жақсылап тұрып араластырамыз. Не болмаса венчикпен араластырсаңыздар да болады. Елу грамм қатты сырымызды майда үкіштен жақсылап өткізіп аламыз. Және де осы сырдың жартысын бөлек ыдысқа салып аламыз. Оны біз пісірменің сыртына себуге қолданамыз. Ал енді үкіштен өткізіп қойған ас қабақтан артық суды сығып алып, оны ұнды консистенцияға саламыз. Енді фаршымызды саламыз. Дәміне қарай әртүрлі өздеріңіз жақсы көретін дәмдеуіштерді саламыз. Және де тұз қосуды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Міндетті түрде пешіңізді 180 градусқа жақсылап қыздырып қойыңыздар. Барлығын жақсылап тұрып араластырып болғаннан кейін пісірмеге арналған ыдысқа осы тағамымызды жақсылап саламыз да, 180 градуста қызып тұрған пеште 25 минут пісіріп аламыз. Менің каналымда басқа да ПП рецепттер бар. Ол үшін осы жерде батырма шығады. Сол батырмадан өтсеңіздер, басқа да ПП тағамдардың рецепттерін көре аласыздар. Жиырма бес минуттан кейін тамағымыз піскен уақытта үстінен қалған қатты сырымызды жақсылап себеміз де тағы да 2-3 минутқа пісіріп аламыз. Осымен біздің пісірмеміз пісті, өте сөлді, дәмді болып шығады, сонымен қатар өте жұмсақ болады. Біріншіден ағзаға өте пайдалы, екіншіден бұл өте дәмді тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сонымен қатар менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір жазуларыңызды сұраймын. Егер менің каналымдағы рецепттер сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Алда әлі көптеген керемет рецепттер болады, сонымен қатар ПП рецепттер де болады. Келесі кездескенше күн жарық.